Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын бауырдан пирогты бірге дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен бауыр, картошка, жуа, сәбіз барлығын тазалап жуып, турап алып, ет тартқыштан барлығын ұсақтап өткізіп аламыз. Барлығын өткізіп дайындап алғаннан кейін үстінен бір жұмыртқамызды жарып саламыз. Жұмыртқаның үстінен қажетті мөлшерде сүтті құямыз. Достар, мен бұл жерде барлығын өзім көз мөлшерімен қостым. Сіздерде солай жасасаңыздар болады. Үйдегі адам санына қарап жасай бересіздер. Татымына қарай қара бұрыш, қызыл бұрыш және де аздап тұз қосып жібердім. Барлығын жақсылап араластырып алдым. Шамамен 1-2 ас қасық ұнымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған бауыр пирогымызды сковородкамызды алдын ала қыздырып аламыз, және де аз мөлшерде ғана майды құямыз. Майымыз қызғаннан кейін барлығын бір ожаумен есептеп құйып шықтым. Бір ожау пирогымызды құямыз, жақсылап формасын шығарып, дөңгелектеп, жан-жағын егістеп шығамыз. Бір жақ беті қызарғаннан кейін екінші жағына аударып, барлығын дәл видеодағыдай пісіріп аламыз. Дайын болған бауыр пирогымыздың ортасына кішкене чесноктың үстіне майонез қосып жеріп, жақсылап араластырамыз. Және де аз мөлшерде сәбізімізді суға пісіріп, дайындап, теркадан өткізіп қойдым. Енді дәл видеодағыдай бауыр пирогымызды жинап шығатын боламыз.
Міне достар, біздің бауырдан пирогымыз дайын болды. Жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоны соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Және де менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.